бүгінгі өтетін тақырыбымыз бүйректің қызметіне әсер ететін факторлар дейді. Бүйректің, біз бұдан бұрын бүйрек туралы өткенбіз, бүйректің қызметтік құрылымдық бірлігі не дейміз балалар? Нефрон жатады, яғни бүйрек адамның қарап отырсаңдар негізгі құрылымдық бірлігі, яғни нефрон дейді. Бізде жалпы яғни екі бүйрек бар. Сол осы бүгінгі бүйрекке әсер ететін бізде 4 фактор бар екен. Біріншісі жазып отырыңдар, салқын дейді. Тамақ рационы дейді. Тамақ рационы. Біз қандай тамақтармен тамақтанамыз балалар? Біз органикалық затмен де тамақтанамыз, биорганикалық заттармен де тамақтанамыз, түрлі витаминдер. Осы тамақ рационы дейді. Бүйрекке қалай әсер етеді дейді. Біз әртүрлі тамақ ішкенде соның ішінде бүгінгі тамақ рационындағы суды айтамыз. Су қанша бір тәулікте қанша литр су ішуіміз керек балалар? Барлық шайды, сұйық нәрсені қосқанда. Қалай ойлайсыңдар? 1,5 қанша дейміз? Дұрыс айтады? 1,5 литр десе 2 литр су ішуіміз керек екен. Мінекей, келесі жаңағы тағы да қандай? Тұз. Тұзды қалай деп ойлайсыңдар? Қанша грамм? Тамақта біз тұзды бұлай жемейміз, тамақта мысалы түрлі тамаққа қосу арқылы 15, бәрі қосқанда 15-20 грамм екен. Тағы да не деп, қалай деп ойлайсыңдар балалар? Тағы не істейміз? Тағы қандай тамақтармен, мысалы ащы, тұщы тамақ ішеміз, соның ішінде бүйрекке бүгінгі тамақ рационында бүгінгі бүйрек қызметіне әсер ететін ащы тағамдар, ащы. Қарап отырайық, осының ішінде бірінші суға келетін болсақ, су жаңағы, не дейміз, жаңағы 1,5-2 литр су ол күнделікті бір тәулікте ішетін мөлшер екен. Егер біз шектен тыс көп ішіп қойсақ қалай болады балалар? Қайда әсер етеді? Қайғымызға әсер етеді? Көп су ішпасаңдар. Бүйрекке әсер етеді ме? Әсер етеді, және денелеріміз қандай болады? Әсіп кетеді, артық су ішкеннен. Мінекей. Сондықтан белгілі бір мөлшері тамақтың және ішетін сұйық заттар бар. Екінші тұз дейді. Тұзды да тамақтың егер осы мөлшері шектен тыс көбірек егер тұтынатын болса, онда бүйрек өзінің қызметін істейді. Жаңа бүйректің ауруы, жаңағы түрлі тұздар жиналу деген сияқты ауруларға шалдығады. Ащы нәрсені көбірек жей берсек, одан да бүйрек ауруға жаңағы шалдығады екен. Енді мінекей, қарап отырсақ, бұның белгілі бір жаңағы күнделікті жаңағы тұтынамыз ғой мысалы. Біз күнде ащы тамақ ішпейміз ғой. Бірде нәрімізді мысалы, бірде жаңағы көмір сулы сол кезде, бірде сондай тұздалған нәрсе, немесе ащы нәрсе, белгілі бір мөлшермен жеуіміз керек екен. Екінші, бүйрекке тағы әсер ететін 4 фактор бар деген салқын тию дейді. Немесе суықтау деп қоямыз, бүйтіп жазып қоямыз. Суықтау. Қалай суық тиеді бүйрекке? Кім айтады екен балалар? Қалай суық тиеді? Бүйрекке суық тию үшін мен не істеу керек екенін өткен сабақтарға айтып кеткенмін. Қалай жүруіміз керек? Кім айтады екен? Суық тиеді ме бүйрекке? Қаяқтан тиеді? Табандарынан, жүрегінен? Бет дұрыс айтады, бет ашып жүруден, мінекей, сондықтан мына жамбас бөліктеріне суық тиеді. Мұны осыдан қазіргі кезде біздің жағына жылдың 4 мезгілінде дұрыс киінбеуден бізге жаңағы бүйрекке суық тиеді. Мейлі жаз болсын, мейлі күн ыстық дейміз ғой, болса да басқа күз, күн салқын ғой, қыс, көктем салқын, жаздың өзінде адам белді не істеп жүру керек екен? Жабық киім киіп жүру керек екен. Содан кейін жылдың мезгіліне байланысты аяқ киім де сондай болу керек екен. Егер мінекей қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі, қыста біз қалай не киеміз аяққа? Етік киеміз. Егер сол жаздағыдай аяқ киім кисек бола ма? Болмайды. Онда жаңағы табаннан өткен суық, ол да бүйректі ауыртады екен. Келесі енді тағы да мынандай үшінші фактор, бұл жаңағы біздерде қарап отырсаңдар, созылмалы аурулар дейді. Созылмалы.
қандай созылмалы аурулар бар бізде? Аурулар. Созылмалы аурулар біздің неміз ауырып қалады балалар? Жиі. Мұздай су ішкеннен. Тамағымыз ауырып қалады, ангина боламыз, міне. Содан кейін тістерің қалай болады? Тістерің немен десіңдер ме? Тіс жегісі дейді, міне. Осы да балалар мінекей жаңағы бүйрекке әсер етеді екен. Мына тамақта бізде жаңа айтамыз ғой, тамақта бездер бар дедік. Сол бездерде жаңағы тамағымызда ангина ұстаған кезде, сол ангина суық тиюдің кезде не істейді? Олар қабынады, сыртын іріңді жаңағы вирустар, бактериялар қоршап алады. Міне содан барады да бізде өткен сабақта естеріңізге шығар, біздің өн бойымызды қан не істейді дедік балалар? Айналып шығады дедік, бүткіл мінекей суретте көрдіңіз, өн бойымызда қан тамырлар бар. Сол қан тамырлар қан келеді де тамақтағы жаңағы асқынған кезде ангинаға жаңағы немесе баспа дейміз ғой қазақша. Міне соған жаңа әсер етеді де, сода улы заттар қанға қосылып кетеді. Ол қан барады да қайға барады балалар? Біздің қай мүшемізге барады? Бүйрекке барады деген. Бүйрек не істейді деп, қандай қызмет атқарады деген балалар өткенде. Дұрыс айтты, сүзу фильтр қызметін атқарады дегеніміз, әрбір 5 минут сайын біздің бүйрек жаңағы бүткіл мүшелерді шарлап, жаңағы қанды осылай сүзу қызметін атқарады екен. Енді келесі, мінекей, сонда мерге жазып қояды. Баспа және тіс жегісі дейді. Тіс жегісі. Ол да жаңа тіске кесіледі, біздің емалып кетеді, тіс кесіледі, сол кезде оларда көптеген жаңағы бактериялар жиналып тамақтың қалдықтарынан, о да тістің түбіне де не келіп тұрады деген балалар өткенде. Жаңағы қан тамырлар келіп тұрады деген, міне тіс жегісіндегі де түрлі сондай жаңағы микробтарды өзіне қосып алып, қан осылайша жаңағы өзіне зиян затты қосып алады, оны барады да мына бүйрегіміз сүзеді, содан барып бүйректің ауыратыны одан да болады екен. Төртінші факторымыз, яғни не дейміз мынандай? Дәрілер, немесе токсиндер дейді. Яғни токсиндер деген бұлар қандай? Бұлайша айтқанда улы заттар дейміз. Дәрілерді біз қандай жағдайда? Бұлайша айтқан кезде бұларды дәрілер дегенді қысқаша бөгде заттар дейміз. Біздің ағзамыздан тыс бұлайша айтқанда бұларды бөгде заттар дейміз. Яғни мінекей дәріні біз қандай жағдайда ішеміз? Ауырған кезде дәрігер бізге жаңа ұсынғанда мынандай дәріні ішіңіз деген кезде ішеміз. Ал бет жоқ дәріні ішуге бола ма балалар? Басым ауырды, ішім ауырды деп іше беретін болсақ, біздің жаңағы ішкен дәрінің бір токсиндер айттым, дәрілердің бәрі у дедім. Бұлар улы заттар барады бүйрекке әсер етеді екен. Бүйрекке. Бұдан басқа бізде тағы да балалар жалпы дәрілермен ғана уланып қана қоймайды екенбіз. Мына тамақ рацион ішінде мен жаңа сендерге айтып кеткен су, тұз, ащы дедік қой. Осыдан басқа бізде тағы да мынандай этил спирті дейді. Этил спирті. Бұл да спиртші, бұл да әсер етеді екен. Яғни осы үнемі ащы, үнемі мынандай улы заттар ішкенде бүйрек өзінің қызметін, жұмыс істеу қызметін істейді, нашарлайды. Үнемі улы затпенен жаңа фильтр қызметін атқарады, сүзіліп жатқанда солардан бір әсер етеді, бүйрек өзі дұрыс ұқпалып қызметін жаңағы тоқтатады екен. Жалпы бүйрек қызметіне балалар, бүйрек өте былайша айтқанда бауырда фильтр қызметін атқарады. Бауырды сүзеді ғой, сол сияқты мына бүгінгі тақырыпта бүйректе осындай фильтр қызметін атқарып, бөгде заттармен күресі біздің былайша айтқанда қанымызды тазартуға күреседі екен. Міне осы бүгінгі бүйрек қызметіне әсер ететін осы 4 факторды алатын болсақ, балалар, төртеуінің де осылардың әсерінен біздің бүйрегіміз ауырады екен. Енді осы бүйрек ауырмас үшін мынандай қағидаларды сақтауымыз керек екен. Бірінші, не істеуіміз керек деп ойлайсыңдар бүйрекке балалар? Ең бірінші, не істеу керек дедің кәдеге? Дұрыс, суық тигізбеуіміз керек. Екінші, дұрыс, не істеуіміз керек? Тамақтану, дұрыс, киіне білу. Мінекей, осындай факторларды жаңағы дұрыс витаминді тамақтар ішу, таза ауада дұрыс жаңағы мынандай терең тыныс алып, жаңағы таза ауада серуендей білсек, тазалық